Балалар, Ыбырай Алтынсарин атамыздың «Аурудан аяған күштірек» атты әңгімесін мұқият тыңдай отырып, берілген тапсырманы орындаңдар. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбаны соғып кетіп, аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп, шошығаннан шешесі есінен танып қалыпты. Мұны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі қабағын да шытпай жатыпты. Сонда сынықшы кісі: «Қабағыңды шытпайсың, аяғың ауырмай ма?» деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң сынықшыға сыбырлап айтты дейді: «Ауырмақ түгілі жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жаным қиналған көрсе, шешем де қиналып жүдемесін деп шыдап жатырмын» депті. Балалар, мәтінде қ дыбысы ғ дыбысына айналған сөздерді тауып, оған дыбыстық талдау жасаңдар.